менің туған күнім. Ал туған күнімді достарым білетін шығар. Сол себепті олар маған сыйлық сыйлады. Бүгін оларды тексеріп көремін. Олар не есте сақтау қабілеттері жақсы екен? Көрейін. Ахахаха, я сондай айтпақшы. Жаңалықтарда соны көрсетіп жатыр ғой. Я көрсетіп жатыр, кеше ғана көрдім. Айтпақшы, бүгін кімнің? Найнаның туған күні. Найнаның? Сен оны қақтан білдің? Мен оны телефоныма жазып алғам. Мәссаған, керемет екен ғой. Онда оған сыйлық сыйлау керек. Я, сонымен не сыйлайтынымызды қазір шешейік. Шешейік. Алдымен туған күнге не әкелетінімізді шешіп алу керек сияқты. Туған күндік торт па? Ол да бар. Біз Найнаның туған күнін өте ұмытпастай етіп жасауымыз керекпіз. Иә. Мен ендеше үйіме барып торт жасайын. Жасау білесің бе? Анам үйреткен. Ендеше жасасам жасайын. Сау бол. Әйтеуір көп торт әкелуіне сенімдімін. Не сыйласам екен? Бұған ойлану үшін көп уақыт керек. Неге кеше есіме түспепті? Ойлану керек. Анам не деген еді? Так, осылайнан бұрыш қосып аламыз, сосын майды қосып аламыз деді. Кейін қызылша қосамыз деген. Қазір оппа. Менің тортым ойдағыдай болса. Сосын су қос деген. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Оппа. Ой. Сосын орам жапырақ қос деген. Енді Найнаға ұнаса болды. Ыдыстарды мұнда қойып қояйын. Ла-ла-ла-ла-ла. Қасық қайда кетті? Міне. Бұл Найнаның жақсы көретін әні еді. Енді бұларды пешке салу керек. Салайын. По-моему, оны бетінен сиып, сосын туған күнің мен деп сөйтіп айтсақ, ештен кетпес. Қоя бер. Сыйлығым дайын болды. Оны іспене ақ істей салам. Әлгі жолбас торсын. Тортты нормально пісірдім екен. Қазір келіп қалар. Анам тортты пісірген кезде түрі бұндай болмайтын еді. Неге бұлай қалды екен? Қоя бер. Бастысы түрінде емес, бастысы дәмінде болса болды ғой. Айтпақшы, менің аю досым не сыйлық сыйлайтынын шештім екен? Қазір оған барып келейін. Аю досым, міне, осы бола ма? Айналайын, мынау торт па әлде попкорн ба, бір құдай білсін. Кәдімгі торт, мынау тіпті попкорнға да ұқсамайды. Қоя бер, бұл торт мен анамның айтқанындай істедім. Көрерміз. Ұнатар ма екен Найна? Бір құдай білсін. Кешке де оның туған күні тойлап бітіру керек. Кешке оны. Айтпақшы, сен сыйлықты істедің ба? Мен оны бетіне сүйіп, құшақтап, туған күніңмен деп
құттықтаймын. Жақсы ой екен. Бастысы туған күнге дайын сияқтымыз. Енді оны қай жерде өткізетінімді туралау керек. Мен ендеше туған күнді тойлайтын жерді іздеп табайын. Кеттім онда. Бірақ Найнаға бетін сүйіп берсем біртүрлі шығар. Онда дүкеннен жүзік сатып алайын. Дұрыс болар. Дүкенші, маған бір жүзік берші. Жарайды, қазір берем. Мінекей. Жарайды, ақшасын кейін берем. Ендеше қарыз боласыз ба? Ол жарайды, онда бопты. Өзі әдемі жүзіккен. Осын сыйлай саламын. Қоя бер, ештеңе қылмайды. Ұнаса да, ұнамаса да алады. Мен не сыйласам екен? Мен арнайы бір пони қуыршақ сатып алайын. Сол дұрыс болар. Немесе үйдегі өзімнің қарындасымның понийін бере салармын. Сол дұрыс. Бірақ қарындасым ренжімейтін шығар. Қарындасым осы ойыншықты қалай ойнап жүр екен? Менің өзім көтере алмай жатырмын. Енді бұны берсем, қуанып қалатын шығар. Ол табам дегенше мен тауып қойдым. Ол әбден іздеп жүрген шығар әлі. Сыйлығым да дайын. Туған күн тойлайтын жерде дайын. Қазір ол да еп қалар. Тез келсе болатын еді. Айтпақшы, ол келген кезде айтып қояйын. Кімді шақыр деп, Найнаны. Бұл бір керемет туған күн болайын деп тұр. Мінекей, мен де кеп қалдым. Айтпақшы, саған айтатыным бар. Найнаны шақырып кеші туған күнге. Жарайды, қазір шақырармын. Найна,